Қысқасы 11 ғасырдың екінші ярымында салджуклар шаңырағы уәкілдері іскерлігіменен байланыслы Сирия, Ирак, Анадолий, Кермон сұлтанлықлары жүзеге келеді. Династияның ішкі даулары кескінлесе барып, 12 ғасырдың басыларында салтанат арқа һәм батыс бөлімлерге бөлініп кетеді. Арқа бөлім тек арынан Хорасан һәм Мауреннахрдан ибарат болып қалады. Оның шекаралары тәсір шеңбері қатаң болмай өзгеріп тұрған. Мысалы, Сұлтан Санжар құдіреті пәтіне шыққан уақытларда батыс салджуклар, Иран, Ирак, Азербайджан оның яғни арқа салджуклардың сияси тәсірінде болған. 1141 жылы Мауреннахрға шығыстан Қарақытайлардың бастырып кіруіменен Сұлтан Санжардың да күші кесілді. Қарақытайларға қарсы салджуклар Қараханилер менен біргелікте ләшкер тартқан болса да, бірақ жеңіліске ұшырайды. 30 мың адам. Атап айтқанда 3-4 мың амир һәм хәмелдарлар да набыт болады. Бұл өз орнында салджукиларға ғарезлі болған Хорезм династияларының рауажлануы үшін шариат жаратады.